Ассалаумағалейкум, Абдалашым қасиет қазақ халқым. Асқар Арғын Бахадыр, Қарағанды шаһары. Бүгін 9 сәуір 2020 жыл. Үйімнің маңайын торып жүр. Қазір барып көріп білейік кім екендерін. Бүгін өздеріңізге белгілі Рысбек Сәрсенбай Алматыда жиын жинамақшы болған. Сайлауға, өтірік сайлауға наразылығын білдіріп, сол сияқты шаралар болу керек еді. Қазір барып көріп білейік кім екен. Таң атпай тұр, қас қиып, менің үйім қасында. Нөмір 617 09 дейді. Қашып бара жатыр. Тоқташ. Алты жүз 17 ЖКН 09. Bizim көршілеріміз. Әне, қара бет қашып кетті. Өзіңіз көргендей болып атқан жағдай. Көрдіңіздер ма? Айналған қазақ халқым. Осындай сұмдық болып жатыр. Аңду, құдалау, қамау, тонау. Тоқаевтың мені жаңа Қазақстаны Тырнақшадағы осындай. Қаншама ақша осыларға кетіп жатыр мені. Біз аңдуға. Масқара ғой. Ана қылмыскерлерді ұстаудың орнына мені, мынау менің қасымда мені қаншамасы тұр. Елге, жерге пайда келудің орнына мені бізді күзетіп тұр мені. Бір иномаркаға мініп алған қымбат машинеге. Мені осындай сұмдық болып жатыр мені. Сондықтан да ешқандай жаңа Қазақстан жоқ, Тырнақшада ғана жаңа Қазақстан. Сол аяғы жартас, бір жартас, құдалау, қуғын сүргін. Тоталитарлық сұм жүйеде тұрып отырмыз. Жасыратын түкте жоқ. Көздеріңізді ашыңыздар. Ешқандай жаңалық, ешқандай өзгеріс болмайды, ешқандай жақсылық әкеліп атқан жоқ. Құлдық сана сезімде сол. Құлдықта тұрып атсыздар. Міне, болып атқан сұмдық.
ол егер заңды жұмыс жасап жатса, ол менен қаша ма, мысалға. Өйткені оның барлығы заңсыз, қайттан айналып келе жатыр. Тіміскіген иттер. Қандай Қазақстанда тұрып жатырмыз дейсіздер? Салам. Да этих шайтанов вон. Міне, бетін жауып алып өтті. 617. Тіміскіген иттер. Назарбаев пен Тоқаевтың оңбаған сілімтіктері. Онтан да ешқандай жаңа Қазақстан жоқ, міне. Ояныңыздар, розовый очкиді ана көздеріңіздегі шешіңіздер. Ешқандай жаңа Қазақстан жоқ, міне. Қазақ өз билігін өз қолына алмайынша бұл осылай жалғаса береді деген сөз. Алға Қазақстан, тек қана алға, бірлікте ауызбіршілік берсін бізге. Көк тәңіріміз қолдап, қазақтың қай жерден шыққанын өзі есіне түсірсін. Батырда батыл, ғұнмен сақтан тараймыз біз. Со батыр бабалардың аруағы жебеп желеп, барлықтарыңызға оянуға, атқа қонуға нәсіп етсін. Өз құқықтарыңызды қорғап, өз бауырларыңызды, батырларыңызды, осындай белсенділерді қолдамайынша ештеңе өзгермейді. Алға Қазақстан, слава Украине!